Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Ұйқыдан тұрып, жиналып, ит-бит шығамыз дегенше обед болып кетті. В общем, больницама, частный поликлиникадамыз. Бір-екі шаруалармен. Сол, елдің неше түрлі смс-терін оқып, адам түңіліп кетеді екен кәдімгідей. Яна екеуміз үйленіп отқан кезде айтып еді, залетпен кетті, бұлар залетпен деп. Адамдар не айтпайсыңдар құрсын. Сол, қазір бір бәле анализдер тапсыруға кіріп кетті. Түсіне алмадым, не анализ екен. Bir бәле. Давай дедім. Еще бүгін жолға шығу керек деген ой бар енді. Всем привет. В общем, көбісі менің кірпіктерімді айтады да, қараңыздар. Мына жерде 2 кірпік қалыпты, 3 кірпік қалыпты. Ал мына жерде кәдімгідей бар. Білмеймін, мен осы жолы кірпіктерімді жұлған жоқпын, тартқан жоқпын, ештеңе істеген жоқпын, бірақ из-за того, что я кормлю, что ли, гормоны дей ма, білмеймін, кірпіктерім вообще ұстамайды. Ары кетсе 1 апта тұратын шығар, одан кейін уже өзіме өз түсіп бастап жатыр. Или дұрыс емес, мастер болғаннан кейін ба, не знаю. Жүрген достар. Ертең завтрак ішпедім, обед ішіп үлгермей, в общем, қалаға шығып кеткен жайым бар. Сонымен қазір тағамға келдім. Қарнымды плотно тойдырып тұрып, қазір подругамен кездесем. Кешке тағы 1-2 жер баратын. Қарным ашып кетті, в общем. Қандай тамақтар бар екен қазір көрсетемін. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңіз жақсы өтсін. Сенбі. Біраз жұмыстар аяқталып, жақсы демалысқа тағайындалып, дайындалып жатқан шығарсыздар. Біз тіліктермен жүріп жатқан жайым. Бұйырса, Алла қаласа, бүгін Ұзынағаш қаласында 6 жас мерей қуанышта боламыз. Өзім басқарам, тізген өзімде. Солай. Ассалаумағалейкум, бәріне қайырлы күн достар. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Біз негізі Едуш екеміз One Fit алған болатынбыз, абонемент. Яғни бүкіл спорт түрлеріне спортпен заниматься етеміз деп кішкене сөйтіп шешкеніміз бар енді. В общем, сомен бүгін суббота күні бүйтіп қарап жаттым да One Fitті. Бірден спорттан баста кеткен кішкене яттау болады. Массаждан бастайын деп шештім. Сөйтіп қазір массажға қарай шығып бара жатырмын. Бір үйімнен 5-10 минуттық жерде массаж жасайтын күшті жер бар екен. Сол жерге барып массаж жасатып қайтсам ба деп тұрған жайым бар. В общем, солай барып естішті көрсетем. Демалыс күндерің сәтті. В общем, массаждан шықтым. Массаж енді чёткий екен енді. Ұйықта қаптым. Көзім ілініп кетіпті. Қазір шығып, боятып, в общем, жуынып, шайынып шықтым. Керемет болды. Үстіп анда-санда массажға кеп тұру керек екен негізінде. Керемет болып қалады екенсің. Солай.